Сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді фунчоза салатын жасайтын боламыз. Бұл фунчоза салаты Корей, Қытай, Жапон елдерінің ұлттық тағамдарының бірі десек те болады. Достар, ең алдымен менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Бізге ең алдымен тауықтың төс еті, қияр, түрлі түсті болгар бұрыштары, фунчоза арналған лапша, сәбіз, соя, арнайы приправалар қажет болады. Ең алдымен біз осылай лапшаны ыстық суға бірінші 3-5 минуттай бұқтырып қоямыз. Тауықтың төс етін осындай ұзынша етіп турап алатын боламыз. Енді қызып тұрған тапамызға майымызды құйып, осы тауықтың төс еттерін қуырып аламыз. Енді кезекте осындай соломка етіп, светофор болгар бұрыштарын ұзынша етіп, артық жерлерін кесіп тастап, ұзынша етіп кесіп алатын боламыз. Енді кезекте қиярымызды да осындай ұзынша етіп кесіп аламыз. Достар, менің бұл рецепттердің құрамдарын видеоның астына жазып кететін боламын описание бөлімінде. Енді кезекте жаңағы сәбізімізді теркадан өткізіп алып, барлығын сәбізді, қияр, болгар бұрышын, тұз, чеснокты барлығын салып, осыған бұқтырып қоямыз да, кішкене көп не алмаймыз, ағыр кетсе 3 минуттай. Одан кейін үстіне лапшамызды сақылып бұқтырылған соямен арнайы фунчозаға арналған приправаны салып араластырып тағы 1-2 минут ұстаймыз. Енді міне салатымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Жасап көрсеңіздер менімен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Фариза Шалқарқызы.